Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы және Қазақстан Республикасының кітапхана қауымдастығының бастамасымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен 2007 жылдан бастап Қазақстанда бір ел бір кітап киноауқымды республикалық акциясы өтуде. Республикалық акцияның мақсаты қазақ әдебиетін насихаттау, қоғамның кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру, Қазақстанның әдеби мұрасын зерттеуге деген қызығушылықты дамыту, өскелең ұрпақтың зияткері, рухани даму, ана тілі мен мәдениетіне құқықты қарау, жастарға адамгершілік, патриоттық тәрбие. Әдеби акция Қазақстанда 14-ші рет өтіп отыр. 2020 жылы бір ел бір кітап республикалық акциясы тарихында алғаш рет бүкіл халықтық оқу үшін Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы мен Ануар Әлімжановтың Ұстаздың оралуы романы таңдалды. Хромтау аудандық кітапханада бір ел бір кітап акциясына орай қазақ әдебиетінің тарлан тұлғалары атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақ әдебиетінің классигі, 20 ғасырдағы қазақ халқы көркем әдебиетінің шешендік өнерінің ұлттық ойының үлгісі, суреткер, жазушы, драматург, ғалым, ұстаз, қоғам қайраткері. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйек күні бұрынғы Семей уезі Шыңғыс болысында туған. Оның атасы Әуезов, әкесі Омархан да арабша оқыған сауатты ауқатты адамдар болған. Мұхтарды жасынан ауыл мектебіне беріп оқытады. Баланың сауатын ашып, білім алуына олардың өздері де көмектеседі. Болашақ жазушының жасынан көзі ашылып, орыс, қазақ мәдениетіне бірдей ықылас қоюына көбіне атасы Әуез айрықша еңбек сіңірген. Бала Мұхтардың атасы Әуез өз заманында ұлы Абаймен сырлас, ауылдары іргелес, аралас-қаралас тіршілік кешкен. Әкесіне 11 жасында, шешесіне 16 жасында қалған Мұхтар ата тәрбиесіне өсіп, ата нұсқаумен бала күннен бастап Абай өлеңдерін, Абай аудармаларын оқитын болған. Абай поэзиясын және сол арқылы қазақтың ауыз әдебиеті, орыс ақындарының асыл өлеңдері жастар жүрегіне бойлауы Мұхтардың болашақтағы жазушылық жемісіне рұқсат етуге даусыз. Жылы Алматы облысы Сарқан ауданының Қарлығаш ауылында дүниеге келген. Қоғамдық және саяси қайраткер, атақты қазақ жазушысы, журналист, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының, Неру атындағы халықаралық сыйлықтың және Лотостың лауреаты. Ануар Әлімжановтың қызметі қатардағы журналистен Қазақстан жазушылар одағының басқармасының хатшысына дейін өсті. Оның романдары, повестері, әңгімелері, очерктері әртүрлі